сіздерге баладағы темір жетіспеушілік анемия кезінде темір препаратын қалай беру қажет, сол жайында түсіндіріп кетейін. Біз қабылдап жатқан темір препараты бұл эквивалентті феррагет С сироп түріндегі формасы. Көбінде темір препараттарының ішінде сироп түріндегі формаларында осындай дозасы көрсетілген, дозировкасы белгіленген қасықтармен бірге жүреді. Бірақ бұл дозировкада көрсетілген мөлшері дұрыс емес. Сол себепті сіздер аптечный шприцтер болады, 5 мл, соны қолдансаңыздар болады. Бұл препаратты бермес бұрын дәрігеріңіз балада анемияның түрін анықтағаннан кейін міндетті түрде баланың салмағына қарай есептеу қажет. Профилактикалық дозада немесе емдік дозада. Біз профилактикалық дозада қабылдап жатырмыз. Темір препаратын 2 тәуліктік дозасын 2 ретке бөліп беру ұсынылады, таңертең және кешке. Егер таңертең және кешке 2 уақыт бере алмасаңыз, жаңағы тәуліктік дозаны мен сияқты күніне 1 рет берсеңіз болады. Егер балаңыз жақсы көтерсе, яғни құсу көбінде болмаса, препаратты жақсы көтеріп жатса, 1 реттік тәуліктік дозаны 1 рет берсеңіз жеткілікті. Және феррагет С препаратын беру жолы бұл таңертең және кешке тамаққа дейін 1 сағат бұрын немесе тамақ ішіп болғаннан кейін 1,5-2 сағаттан кейін беру ұсынылады. Бұл не себепті? Өйткені темір препараты асқазан ішек жолдарына, яғни жақсы сіңуі үшін. Және бұл темір препаратын кез келген жаңағы темір препаратын беріп бастағаннан кейін балада көп жағдайда побочный эффект дейміз, сондай байқалуы мүмкін. Бірақ бұл уақытша процесс. Бізде бастапқы кезде 2-3 күнде іш қату болды, бірақ қазір қалпына келді. Одан қорықпаңыз. Және темір препаратын балаңызға бергеннен кейін міндетті түрде артынан көп мөлшерде су ішкізу қажет. Егер балаңыз темір препаратын ішпесе, іше алмаса, оны апельсиновый сокқа араластырып берсеңіз болады, немесе апельсин, мандариннің суына қосып берсеңіз болады. Бұл препарат барлық балада темір препараттары жаңағы тістің эмалін қарайту болады. Тісі қарайып кетеді. Бұл бірақ уақытша процесс. Сол себепті балаға темір препаратын бергеннен кейін артынан көп мөлшерде су ішкізесіз және міндетті түрде баланың тісін тазалау қажет. 2 уақыт берсеңіз, жаңағы таңертең және кешке темір препаратын бергеннен кейін міндетті түрде балаңыздың тісін тазалаңыз. Себебі бұл темір препараттары баланың тіс эмалін қарайтып жібереді. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сұрақтарыңызды комментарийға қалдырсаңыздар болады.